Ал құрметті ағайын, міне алдарыңызда альбом для рисования. Бұл домбыраны ең оңай тәсілмен үйренуге арналған альбом. Ішінде міне әндер бар. Ішінде 4 ән және 1 терме бар. Бұл альбом арқылы 0-ден бастап домбыра тартып көрмеген адам үйреніп кете алады. Мысалы, қалай тарту керек? Шет жүрсем сағынарым, міне. Сандарын тек мына домбыраның пернесінен басып отырасыздар. Барлығын дайындап қойдық жазып. Міне. Қағыс көрсетілмеген себебі ең 0-ден бастайтын адам, ең алғаш домбыраны тартатын адам қағыс шамалы қиындау болғандықтан бас бармақпен тартасыз ең басында. Жазып қойдық онда. Астыңғы ішектен бас бармақпен шертіп тартамыз. Мына 7-ші пернені мына точка тұрған жерден басамыз да, мысалы 5 болса 5-ші пернені басамыз ғой, мына точка тұрған жерден. Қандай сан болады? Соны басамыз да, сол қолмен, оң қолмен астыңғы ішектен бас бармақпен шертіп тартамыз. Мынау астыңғы ішектің сандары. Ал егер солақай болсаңыз, онда сол қолмен басасыз пернені. Көбісі енді оңқай ғой. Міне. Кім үйренгісі келеді, осындай міне жақсы сызба бар алдарыңызда. Міне анашым әні. Шет жүрсем сағынарым, жабықсам шағынарым. Анашым бір өзіңсің табынарым. Міне YouTube каналымыз, біздің сабақтар бар. YouTube каналда осы тәсілмен қалай тарту керек жазылған, барлығы айтылған. Анашым әні, тағы да келесі жағында басқа ән бар. Қазір көрсем, қайырмасы. Анашым шалқып күлсен, алдымда ұзақ жүрсен. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Домбырада тарту музыкасы барлығы жазылған. Түсінікті. Тек қана сандар, сосын сөздер. Асықпай тартсаңыз үйрене аласыз. Неге әні бар. 4 ән, 1 терме бар. Термеден не пайда деген терме. Көгілдір күннен не пайда, көгінде күн күлмесе деп ішінде айтатын сөздері бар. 1 терме, сосын 4 ән. Алам десеңіздер, Қазпошта арқылы жібереміз. Бағасы 3500 теңге. 1000 теңге доставкаға төлейсіздер Қазпоштаға. Барлығы 4500 болады. Комментарийге жазсаңыздар, мен алам деп, мен сіздерге номер жіберем, сосын WhatsAppқа жаза қоясыздар. Сосын жіберем, сосын біз Ақтөбе облысында, мысалы сіз Алматы облысында болсаңыз, 1,7-нің көлемінде примерно шамамен барып қалады. Өйткені нақты белгісіз қашан баратыны, бірақ барады. Қазпошта арқылы жібереміз. Қазпошта арқылы алсаңыз ыңғайлы болады, өйткені соткадан қарағанда ұмытылып кетеді, солай қалып қойып жатыр, үйренілмей. Енді мұндай кәдімгідей осы альбомға жазып, жаңадан салып жібереміз. Кім алғысы келеді. Ал домбыра тартам десеңіздер, міне альбом дайын. Үйде бос уақытта тартып отырсаңыздар, міне адамға пайдалы болмақ бұл домбыра тарту. Шет жүрсем сағынарым, жабықсам 023 2018-578. Басқа не айтамыз? Домбыра үйрену, міне негізі қиын ғой домбыра үйренуші, бірақ мына сандарға қарап, шамалы болса да оңайлау болады. Оңай деп айтпаймын енді, бірақ шамалы болса да оңай болады, міне сандар арқылы.